Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі видеомызда мұсылман қауымы үшін ең қасиетті күндердің бірі Арафа күні туралы толық әңгімелесеміз. Бұл күннің маңызы қандай? Қашан болады? Қандай амалдар жасау керек? Оразаның сауабы қандай? Қандай дұғалар оқылады? Және осы күнді қалай тиімді өткізуге болады? Осының барлығын бүгін толық айтып шығамыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіз. Егер осындай рухани, пайдалы видеолар ұнаса, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл біздің арнаның дамуына үлкен қолдау. Арафа күні деген не? Арафа күні Зүлхижа айының 9-шы күні. Бұл күн қажылықтың ең маңызды күні. Себебі дәл осы күні қажылар Меккедегі Арафат тауы маңында тұрып, Алладан кешірім тілейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам қажылық Арафат деген. Яғни Арафатта тұру қажылықтың негізгі тірегі. Бірақ қажылықта емес, мұсылмандар үшін де бұл күннің орны ерекше. Себебі бұл күні Алланың рақымы түседі, күнәлар кешіріледі, дұғалар қабыл болады. Бірақ қажылықта емес, мұсылмандар үшін де бұл күннің орны ерекше. Себебі бұл күні Алланың рақымы түседі, күнәлар кешіріледі, дұғалар қабыл болады. Арафа күні қашан? 2026 жылы Арафа күні шамамен 26 мамыр күніне сәйкес келеді. Ал келесі күні Құрбан айт басталады. Ай күнтізбесіне байланысты кей елдерде дата сәл өзгеруі мүмкін. Сондықтан өз еліңіздегі ресми діни басқарманың хабарламасын қарап қойған дұрыс. Арафа күнінің ұлылығы. Бұл күн жай күн емес. Бұл Аллаға ең жақын болатын күндердің бірі. Хадисте Аллах тағала Арафа күнінен артық күні құлдарын тозақтан көп азат етпейді дейді. Ойланып көріңізші, бәлкім дәл осы күні сіздің жылдар бойы жасаған күнәларыңыз кешірілер. Бәлкім дәл осы күні тағдырыңыз жақсы жаққа өзгерер. Бәлкім дәл осы күні жасаған дұғаңыз өміріңізді өзгертетін шығар. Сондықтан бұл күнді бос өткізуге болмайды. Арафа күні не істеу керек? Енді ең маңызды бөлімге өтейік. Арафа күні қандай амалдар жасау керек? Бірінші, ораза ұстау. Арафа күніндегі ең үлкен амалдардың бірі ораза. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Арафа күні ұсталған ораза өткен және келер жылдың күнәларына кафарат болады деген. Бұл өте үлкен мүмкіндік. Бір күн ораза ұстап, 2 жылдың күнәларының кешірілуіне себеп болу. Бұл Алланың үлкен мейірімі. Ескерту: бұл оразаны қажылықта тұрған адамдар ұстамайды, ал қалған мұсылмандарға ұстау үлкен сауап. Екінші, көп дұға жасау. Арафа күні дұға қабыл болатын күндердің бірі. Сол үшін бұл күні өзіңіз үшін, ата-анаңыз үшін, балаларыңыз үшін, денсаулық үшін, ризық үшін, береке, қарыздан құтылу, жүрек тыныштығы үшін дұға жасаңыз. Алладан ұялмаңыз, жүректегі барлық тілекті айтыңыз. Үшінші, тәубе ету. Көп адам өткен қателіктеріне өкініп жүреді, бірақ шынайы тәубе адамды өзгерте алады.
Арафа күні жалғыз қалып, жасаған күнәларды еске алып, Алладан шын кешірім сұраңыз. Көзден жас шығуы мүмкін, жүрек босап кетуі мүмкін. Бұл жүректің жұмсарғаны. 4. Зікір айту. Бұл күні зікірді көбейткен өте жақсы. Көп айтылған зікірлер: Субханаллах, Әлхамдулиллах, Аллаху акбар, Ла илаха иллаллах. Әсіресе мына дұғаны көп айту ұсынылады. Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мүлку ва лахул хамду ва хуа ала кулли шайин қадир. Мағынасы: Алладан басқа құлшылыққа лайық ешкім жоқ. Ол жалғыз, серігі жоқ. Барлық мүлік оған тән, мақтау оған тән. Оның барлық нәрсеге күші жетеді. 5. Құран оқу. Арафа күні Құран оқуға уақыт бөліңіз. Тіпті аз болса да оқыңыз. Мағынасын түсініп оқуға тырысыңыз. Кейде бір аят адамның өмірін өзгертіп жатады. 6. Садақа беру. Мүмкіндігіңіз болса, мұқтаж адамға көмектесіңіз. Тамақ таратыңыз. Ата-анаңызға сыйлық жасаңыз. Біреудің көңілін көтеріңіз. Жақсылық берекені көбейтеді. 7. Ата-анаға жақсылық жасау. Ата-ананың разылығы Алланың разылығы. Оларға хабарласыңыз. Жылы сөз айтыңыз. Ренжітіп қойсаңыз, кешірім сұраңыз. Кей адамның дұғасы ата-анасының разылығымен қабыл болып жатады. Арафа күні қалай өткізген дұрыс? Мысалы, таңертең сәресі ішу, таң намазы, ниет ету. Күндіз зікір, Құран оқу, пайдалы видео тыңдау, дұға жасау. Ақшамға жақын уақытта көп дұға ету. Тәубе, тыныштықта отыру. Себебі дәл осы уақыттарда жүрек ерекше жұмсарады. Қандай адамдар бұл күнді құр өткізіп алады? Кей адамдар телефон қарап, сериал көріп, ұйықтап, бос әңгімемен уақыт өткізіп жатады. Ал мүмкін дәл сол күні олардың дұғасы қабыл болар ма еді? Сондықтан бұл күнді ерекше өткізуге тырысыңыз. Арафа күніндегі ниет. Оразаға ниет. Алла разылығы үшін Арафа күніне ораза ұстауға ниет еттім деп айту жеткілікті. Ниет жүректе болады. Арафа күні оқылатын қысқа дұға. Раббана атина фит дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Мағынасы: Уа Раббымыз, бізге дүниеде де жақсылық бер, ақыретте де жақсылық бер, және тозақ азабынан сақта. Ең маңыздысы шын жүрек. Алла амалдың көптігіне емес, ықыласқа қарайды. Тіпті аз амал болса да шын жүректен жасалса, үлкен сауап болуы мүмкін. Қорытынды. Құрметті көрермен, Арафа күні өмірді өзгертуі мүмкін, ерекше мүмкіндік. Мүмкін дәл осы күні дұғаңыз қабыл болар, күнәңіз кешірілер, жүрегіңіз тыныштық табар, өміріңізге береке келер. Сондықтан бұл күнді бос өткізбеңіз. Ораза ұстаңыз, дұға жасаңыз, тәубе етіңіз, Аллаға жақындаңыз. Егер осы видео сізге пайдалы болса, арнамызға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Қандай тақырыпта видео керек екенін комментарийге жазыңыз. Алла баршамыздың
дұғамызды қабыл етсін. Арафа күніміз берекелі болсын. Әумин.